Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау ауылында туылған. Дулат тайпасының Шымыр руынан. Имаш бабасы 1911 жылы 92 жасында дүниеден өткен. Әкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан. Кирилл алфавитінен оқуды меңгерген соңғы кезеңдегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында ағаш ұстасы және етікші, зергерлігімен танымал болатын. Имаш атасы қартайған кезінде барлық шаруашылықты Момышұлына табыстаған. Әжесінің есімі Қызтумас. Қартайған шағында ағайын туыс Сары кемпір деп те атаған. Анасы Рәзия дүниеден ерте өтіп, Бауыржан 3 жасынан бастап Қызтумас әжесінің қолында өседі. 1921 жылы бастауыш мектепті Аса интернатына түседі. 1924 жылдан бастап 7 жылдық мектепті Шымкент қаласында оқиды. Бұл сол өңірдегі 1924 жылы ашылған алғашқы 7 жылдық мектеп болатын. Бауыржанмен бір сыныпта Әділді Тәжібаев және Құрманбек Сағындықов оқиды. 1928 жылы мектепті үздік бітіріп, Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Институт директоры Тоқтыбаев деген кісі болатын. Жас баланың қатты суықта жұқа киіммен жүргенін көріп, өзінің кабинетіне шақыртып алады. Баланың қолына бухгалтерияға қағаз жазып беріп, осы қағаз бойынша ақша алатындығын айтады. Осындай тұрмыс жағдайына байланысты Бауыржан Момышұлы оқудан кетеді. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы атқыштар дивизиясының батальон командирі. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында екінші мәрте жасалған жорға кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиядан қашықта Матронио деревнясының қасында Волоколамск тас жолынан асқан ерікті ұрыс жүргізді. Білікті командтың басшылығы арқасында 3 күн бойы фашистер шабуылын тойтарып, батальон үлкен шығынсыз ұрысқа қабілетті жағдайда қоршаудан шығады. Бауыржан Момышұлының алған наградалары. Соғыс кезінде 1942 жылы 6 маусымда Қызыл Ту орденімен, 1944 жылы 6 маусымда Мәскеуді қорғағаны үшін медальмен, 1945 жылы шілдеде 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы құрмет белгісіз орденімен, Қызыл Жұлдыз орденімен екілік марапатталады. Соғыстан кейін алған наградалары. 1970 жылы еңбек Қызыл Ту орденімен, құрмет белгісі орденімен, КСРО президентінің 1990 жылы 11 желтоқсандағы жарлығымен Бауыржан Момышұлына 1941-41 жылдары соғыста неміс фашист басқыншылығына қарсы күресте асқан ерлігі мен қаһармандығы үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. 2000 жылы ғасыр адамы деп табылды.